Всем доброе утро, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сағат 6-та тұрдым. Кеше ерте жатып қалыппын. Енді үйдің иттің үйшігін біз кеше не доделали. Сонымен ерте тұрып жаңа жасап бітірдім. Вот, дала уже ысып кетті. Сағат 8 ба қанша отыр уже? Не знаю. Күшті болып кімге қымқаны ше. И, кстати, мен бүгінгі күнімен видеоға түсіріп жүрмін. Кешке бұйырса күшті видео салам, күтіңіздер. Қазір мына жерде шай дайындап жатырмын. Апа пирожки, чебуреки жасап қойған. Осылай әдемі қылып дастархан дайындап, бана жақта тамақ жасап жатыр. Вот, осы ауылға келсек күшті андай қалада жатасың ғой, тірлік жоқ, әдеттен ұйықтап ше. Мына жақта кәдімгі еркектер тұрасың, кебен тіршілік, істейтін тірлік бар, жанлықтан. Короче, мынандай бір букет болды. Бұны қазір дастарханға қоямыз. Так. Вот сюда, наверное. Шынандай болды. Әдем болған сияқты, қой. Төлебей жақтан, Төлебей қажақ еді. Айтшы. Сауда дүкен. Төлебей сауда дүкен. Тегін реклама болып кетті осы. Тегін реклама болып кетті. Төлебей жақтан біздер Арбат жаққа қарай келеміз дегенбіз ғой. Сонымен Жанетті айтып, 25 минут жүреміз. Сонымен мен айтам, таксиге отырайық, құрсын адам құсап деп. Мынау ұялмазым өлтіреді екен достар. Ят жоқ қашым нағызды. Мен 20 минут, олайда 20 минут қана жүресіз. Мен айтам ғой, 20 минут емес әлі дейтін. 30 минут бар, жынысың ба сен, мен 30 минут надай каблукпен жүресіп қойған қалай кетті деп қоям. Ол айтады, каблугыңды маған бер, мен киіп алайын дейді. Ана сол красотым мен берем. Ол айтады, мен айтам ғой, жоқ, керек емес. Сондай бір қайырымды жанда ше, үстіндегі киімін шешіп берейінші, кроссовкасын беремін деп. Сонымен мен берме деп, сонымен берген жоқпын енді. Надай суап бердім, далада жүр екен. Шөлдеп. Үйге келдік. Маникюр барлығын жасатып, міне қараңыздар, қандай күшті маникюр шықты. Ертең салатын болам, қай жерде, қандай салон, барлығын досконально айтатын болам. Не только маникюр, педикюр да істеттім. И мама кірпік істетті. Прям мынандай шыққан. Ертең көрсететін болам. Енді бір қыздар біз сондаймыз ғой. Тауға болсын, или қонаққа, тойға болсын, қайда болсын қыздар бірінші очередь маникюрмен кірпік істетеді. Любой қыздар да сондай. Сол біз енді бассейнге барамыз деп кеше күштілеп дайындалдық от душинан. Сол енді қазір үйге барып магазиннен керек жарағымызды аламыз тоже. Соған бара жатырмын. Сол ұлдарға рахат. Дым жасамайды. Шаштарын бүйтеді, кете береді. Киімдері дайын болса болды да. А қыздар ондай емес. Алдына кірпік жазылады. Тырнақ, ол педикюр обязательно жасатамыз. Біз сондаймыз.